Баршаңызға ассалаумағалейкум. Міне бүгінде Тұздыбастау ауылының жастары болып, осындай бір батыстағы бауырларымызды зардап шеккен үйлерге осылай бір гуманитарлық көмек көрсетейін деген ниетіміз бар еді. Міне бүгінгі фурамыздың құрғанына 2 күн болды. Аллаға шүкір, ақырын толып жатыр. Баршаңызды бізге көмектесулеріңізге шақырамыз. Бесағаш ауылы, Талдыбұлақ, Бірлік, Талғар ауданының барша ауылдары. Тұздыбастау ауылында Сырғабекова шах магазин алдында фурамыз тұр. Келіп атсалыссаңыздар да болады. Және де Каспий Голдпен де жібере аласыздар. Төменде көрсеткен реквизиттер бойынша да қабылдаймыз. Сіздердің аманаттарыңызды батыс еліне жеткізуге уәде береміз. Тағы ассалаумағалейкум. 2 күн болды. 2 күнде беріп атқан көмек беріп атсыздар, рахмет. Енді бүгін фурамызды әкеп қойдық. Ринат деген бауырымыз осы ауылдың туған азаматы. Енді соны осы фураны толтырып жіберейік бәріміз. Бастамасын бастадық. Аллаға шүкір, сіз болып, біз болып, бауырларымыз келіп жатыр, көмектерін беріп жатыр. Осы фураны толтырып жіберейік. Ағайындар, ауылымызда 45 мың, 50 мың адам тұрады. Қол ұштарыңызды беріп жіберіңіздер. Қарапайым халық бар, және кәсіпкерлеріміз бар. Алға Тұздыбастау, бәріміз біргейік, көмек берейік. Баршаңызға ассалаумағалейкум. Және де айта кетейік, егерде үйден шыға алмаймын, нетеймін десеңіздер, Каспий Голдқа да төменде көрсетілген, немесе осы номерға хабарласып айтсаңыздар да біз аудан бойынша любой жерде міне машиналар бар, қызметте жүрген бауырларымыз. Үйлеріңізден барып алып кетеміз заттарыңызды. Аманатқа қиянат жасалмайды. Ринат бауырымыздың Тұздыбастау ауылда фураны тегін беріп жатыр. Ол тек қана жол ақысына солярка ғана берсеңіздер, ары қарай бәрін ешқандай да бір тиын да қажеті жоқ. Алла разылығы үшін тегін апарып беремін деп жатыр. Тұздыбастау ауылының кәсіпкерлері, үлкен ағаларымыз атсалысып осы фураны толтырып жіберуге бір ниет білдірсеңіздер деген оймен шығып отырмыз сіздерге. Баршаңызға Алла разы болсын. Бұйырса осы фурамыз 2-3 күнде толып кетсе, жолға шығамыз.